Енді мынау кентаулық тұрғындармен сөйлесе қалсаң, жақсы жерлерін мақтаудан ешқашан шаршамаған, көп тілге тиек ететін әңгімелердің бірі ол соғыс кезінде мылтықтан атылған 10 оқтың 9-ы бізден Ащысайдан шыққан деп жатады. Біз сол айтылған Ащысайға келдік. Алдында енді бұл жерде 20 мың, 30 мыңға жоқ тұрғын тұрған болса, қазір 2 мыңнан сәл астам халық өмір сүреді. Қазір енді былайша айтқанда жоғарыдан қарасаң, бұл ауылға Ащысайдың үстінен қарайтын болсаң, тура бір Бразилияның кейбір қалаларына өте ұқсас болып келеді деген әңгімелерді көп естиміз. Енді бірақ соны қазір көзбен көруге келіп тұрмыз. Ендеше кеттік. Мінекей достар, таңертеңнен бері кентаулық тұрғындардың барлығы әңгіме қылған, сөзімізге тиек еткен Ащысай елді мекеніне де келдік. Бұл жердің табиғаты бізді таң қалдырды, ерекше. Бұл жердің табиғатынан бұрын тарихы да өте бай болып тұрған өңір. Маған қатты ұнады, бірақ бізге енді аз уақыт болғаннан кейін аз тез қайтатынымызға бір кішігірім көңіліміз түсіп тұр. Yani көрсең көзің тоймайтын, көздің жанарын жаулайтын расымен де табиғат тамаша жер екен. Ащысай ең басы екіге бөлінген, бір бөлігі мына екі таудың ортасында орналасқан, екіншісі мына бетте. Қазір оны көретін боласыздар. Енді табиғатын көре салып, бірінші кәдімгі кино екен, кино түсіру керек екен деген ой көбісіне келді. Расымен де бұл жерге енді көптеген болмаса да бірнеше фильмдер түсіріліп үлгерген. Сол жақтан шыққан Гамлет деген фильмнің бастапқы кадрлары осы жерде түскен. Жергілікті режиссер Сатыбалды Нарымбетов ағамыз да осы жерге киноға түсірген екен. Одан бөлек жаңағы Таиландтық егіздер атты фильмдер, жалпы айта берсек, көзімнің қарасы. Көзімнің қарасы бар. Енді барлығын бірдей айту мүмкін емес. Сондықтан кино түсірем дейтін режиссерлер болатын болса, міндетті түрде ат басын трейлеріңізді сұраймын. Достар, біз қазір мінекей Ащысай елді мекеніндегі клубқа келдік. Бұл тарихы 83 жылдық тарихы бар, өте көне ғимараттардың бірі. Сонымен қатар бұл ғимарат КСРО кезінде сәулет өнері жағынан екінші орын алған екен. Алдында ескерткішті өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді біздің КСРО кезінде салынғаннан кейін біздің әке-шешеміздің барлығы сол кісіге сөзін жаттап, таппағын жаттап өскен, сондықтан әлі тұр. Бұл да бір тарихтан бір сыр шертетін мүсін. Оқы және оқы деген әдемі сөзді қалдырған кісі ғой. Оқысақ неше жаман. Мен мектепке барам, Марат. Тауың да бар, тасың да, табиғатың да. Орман, көл, бәрі бар. Нау, шетел емес, немене? Көрермендер, дәл менің жанымда 1-2 минут алдын жүрген Нұрсты байқадыңыздар ма? Нұрсұлтан! Олжеке! Ей, палуан! Бөлексің! Кесе Олжеке! Мен мына салмақпен ерініп тұрғанымшы, бұны бірақ күнде шақыра бермес Нұрс. Қазір ғана неде Нұрс шақырған сияқты еді ғой? Түсіп кетті ма? Нұрсұлтан! Олжеке! Мен өз-өзімді ұстай алмай жатырмын. Маған жаман қиын болады. Осы жерден қайтамын. Нұрс, кете бер өзің. Өз-өзімді ұстай алмай қалдым кәдімгі. Қалай кетіп қалғанымды білмеймін. Мынандай керемет жерге тағы да жоғары шыққым келіп жатыр. Уақыт кішкене шектеулі. Жалпы мына жерге мен ғана шықтым. Олжеке қалған ешкім шыға алмады. Бір өзім шықтым. Рахат. Бір өзім шыққанда енді мақұл түсіріп атқан ағамыз да шықты.